Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Дәл осындай капкейк, торттың арасына пайдаланатын крем жасаймыз. Қосатын қоспаларымыз суық болу керек. Сливкимізге сахарный пудрамызды қосып, миксерлейміз. Миксеріміздің жылдамдығын ақырындап көбейтеміз. Сливкиміз қоюлана бастағанда творожный сырымызды саламыз. Қоюланып өз формасын ұстағанда тоқтатамыз. Креміміз дәл осындай қою болып шығады. Капкейканың бетін әрлеуге осындай насадка пайдаланамын. Қапшығымызды ыңғайластырып қойып, кремімізді саламыз. Капкейкаларымыздың бетін әрлеп шығамыз. Дәл осындай қою, әдемі, дәмі өте керемет крем шығады. Жасап көріңіздер. Видео сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп қойыңыздар.